Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі пригласительный жасайтын боламыз. Көптің сұрауы бойынша қазір осы пригласительныйлар хит болып жатыр. Біз қазақи стильда осындай дизайн жасадық. Бұны жасау үшін сіздерге дайын шаблондар керек болады. Дайын шаблондарды алу үшін менің WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Мен сіздерді пригласительный каналға қосамын. Бағасы 1000 теңге. Дайын шаблонды распечатка жіберіп алғаннан кейін жазуын жазып, бәрін дайындап, принтерден шығарып алғаннан кейін осылай артық жерлерін қиып тастаймыз видеодағыдай. Жасалу жолы оңай. Бір қарағанда қиындау сияқты, бірақ жасап жатқан кезде түсінесіздер оңай екен. Артық жерлерін барлығын осы алып тастаймыз. Қиып мына жерде мен ускоренный видео қойып қойдым. Тез қиып көрсету үшін. Мына бір ортасын осылай қиып тастаймыз аккуратно. Жіңішке артық ақ сызық тұрады, соны алып тастаймыз. Осылай. Одан кейін, міне осындай болып шығады. Одан кейін ортасындағы қағазын қиямыз. Бұл жерде 230 граммнан жоғары қағаз алсаңыздар болады. Глянцевый немесе жемчужина қағазын алсаңыздар болады. Клиенттің өз қалауы бойынша. Глянцевый қағазға да әдемі шығып тұр. Міне ішкі жағы дайын. Бұл жерде жазу жазар кезде біраз солға қарай жазсаңыздар, мен чуть-чуть мына жерін артық жазып жүріппін. Және ортасынан пробел қалдыру керек. Мен көрсеткендей. Енді мына жігіт пен қызды қиямыз. Қиған кезде стикер ұқсатып қию керек. Қағаздың артық жерін 1 миллиметрдей қалдырамыз. Сол кезде әдемі болып көрінеді. Обязательно стикер сияқты қиямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жігіттің айналасында 1 миллиметрдей қағазды қалдырып қиып жатырмын. Қазір қызды да солай қиямын. Одан кейін қалай жабыстыру керектігін көрсетемін. Жігітіміз дайын, енді қызды қиямыз, дәл солай. Міне біздің жігітіміз бен қызымыз дайын. Енді конвертімізге биговка жасап аламыз. Сыртына, шақыру билетінің сыртына осылай биговка жасап аламыз. Биговканы тугой бізбен или жазбайтын ручкамен, немесе мен сияқты резактың артқы жағымен жасасаңыздар болады. Осы биговка жасаған екі ақ линия өзі. Сол екі линия бойынша биговка жасап аламыз да, оны жақсылап бүктейміз. Бүктеп алғаннан кейін енді жабыстырамыз. Мен мына жерде горячий клеймен астыңғы жағын осылай жабыстырдым. Горячий клейді аккуратно жіңішке қып клейді жағып алдым да, екі жерін біріктіріп, біраз ұстап тұрдым, чтобы клей қатып қалу үшін. Көп қыздар айтады, клей ұстамайды горячий деп. Оны просто минуты 3-5 минут емес, даже секунд ұстап тұру керек. Чуть-чуть бас осылай видеодағыдай. Енді мына қағазды ішіне салып, шақыру билет текст жазылған қағаздың ішіне салып, мен қай жерге жігітті белгілеймін, жабыстырамын, то есть соны белгілеп аламын. Резакпен ақырын ғана метка қойып алдым. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осылай метка қойып алдым да, қайта қағазды алып шығып, сол жерге горячий клей жағып, тоже жіңішке қып жақтым да, жігітті жабыстырдым. И все. Осылай жабыстырып алдық.
шақыру қағазымызды осылай конвертімізге аккуратно орналастырасыздар. Одан кейін міне обязательно клейді жіңішкеге қылып жағыңыздар. И біраз чуть-чуть ұстап тұрсаңыз нормально ұстайды, түсіп қалмайды. Одан кейін қызды астыңғы жағынан и үстіңгі жағынан клей жағып жабыстырамыз. Оюға жеткізбей осылай қызды орналастырамыз. Болды, осымен шақыру билетіміз дайын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет, күндеріңіз сәтті өтсін.